Қош келдіңіз, Ақерке ханым. Бізде бүгін қонақта Ақерке Берлібай, пиар-стратег. Біз бұл подкастты жазамыз деп жүргеніне бір жарты жылдан асып кетті. Енді көргеніме, осы студияда көргеніме сізді қуаныштымын. Біз бүгін бірден бірінші сұрақ қояйыншы. Пиар-стратегтің жауабы бойынша пиар деген ол не? Рахмет Алмаз шақырғанына. Осы подкастыны көптен көп күтіп жүрміз. Жарты жыл болды, біздің тақырыптар өзгеріп жатыр. Енді осы сұрақты әрқашанда ең бірінші қылып қояды. Пиар дегеніміз не деген? Пиар десек, ол public relations. Жалпы содан бастайық, ол қарым-қатынас. Адамның қарым-қатынасы адамға қалай адамдар қарайды екен туралы. Менің ойымша, мен әрқашанда айтам, пиар дегеніміз ол және репутация ғой. Жалпы ол сен жоқ комнатада сен туралы кім не айтып жатқаны. Соны репутация деп айтуға болатын шығар. Бірақ сен өз-өзіңнің репутацияңды қалыптастырмасаң, басқа біреу сенің репутацияңды қалыптастырып үлгеруі мүмкін. Сондықтан қазіргі уақытта көптеген көп адам бар, айтады, енді бір бизнесмендер бар шығар, басқа сарапшылар бар шығар, олар көбі менсінбейді, мысалы әлеуметтік желіні айтады, ойбай, ол керек емес нәрсе деп, мен оған жоқпын дейді. Бірақ сіз ол жерде жоқ болған уақытта сіз немесе ақшаны, немесе өзіңіздің болашақ ақшаңызды, немесе өзіңіздің болашақ күшті жұмыс орнын, карьераңызды жіберіп алып жатырсыз. Енді қараңыз, күшті түсінікті, өйткені бұрын бізде мен журналистикада оқыдым, и бір курс болды пиар туралы. Ол кезде жалпы менде мұғалімдерімді ренжіткім келмейді, бір ұзақ бір терминдер арқылы бір айтып беретінді. Бірақ сіздің қазіргі айтып бергеніңіз, сен туралы, сен жоқ бөлмеде айтылатын әңгіме деген меніңше ең оңай біздің студенттерге ең оңай түсінікті меніңше бір шаблонның ережесі сияқты. Мен жалпы бренд пен репутация туралы осындай қосымша берген шығармын, өйткені бұл репутация мен және бренд туралы айтылады да. Ал public relationsқа сіз айтыңыз келген адам болсын, бренд болсын, маңызды жоқ. Сіз жоқ бөлмеде ол туралы не айтылады деген. Ал жалпы ол пиар дегеніміз өзінің аббревиатурасында түсініктемесі бар ғой. Public relations, қарым қатынас туралы, қоғаммен байланыс туралы. Қоғам дегеніміз ол кім? Ол барлығымыз. Солай бір-бірімен қалай қарым қатынас жасап, ол өзінің продуктысы, өзінің бренді туралы, өзі туралы қалай айталады оған, және оны қалай қабылдайды, немесе қабылдамайды. Енді осы сұрақтан кейін пайда болады, пиаршы деген кім? Өйткені бізде пиаршы деген ол маркетолог, копирайтер, SMM-ші болып кетеді, бір негізгі біздің Қазақстан түсінігінде пиар маман керек деп бізде жариялайды вакансиялар. Бірақ астында пресс-релиз жазудан басталады да, одан кейін сол әлеуметтік желіге публикацияларды салып отыру деген сияқты бір қосымша копирайтердің, SMM-шіктің міндеттерін жүктеп тастайды. Сіздің түсінігіңізде пиаршы деген кім? Бұл енді ең өзекті боль дейсіз ғой. Боль деп айтатын шығармыз. Неге? Осы причина, ең басты осы причина болды. Неге біз осы пиар және медиа қауымдастығын ұйымдастырдық осы бір жыл бұрын, 15 мамыр 2025 жылы осы инициатива туралы айттық, өзің болдың біздің шарада, және содан кейін бірнеше айдан кейін ресми түрде біз оны тіркедік. Қазіргі уақытта біздің қауымдастықта 300-ден астам осындай пиар профи және медиа профи бар. Ал енді өзінің сұрағына жауап беріп кетсем, неге бұндай бізде проблема бар? Өйткені бізде кәсіби стандарттар жоқ. Немесе ол кәсіби стандарт әрине Минтрудта бізде бар. Бірақ мен бір рет қараған уақытта өзім еңбек KZ.gov бар ғой, сол ресурс бар. Сол жерде сол әріптестеріммен кездескен уақытта мен про стандартты ашып қалғанда өзім таңғалдым. Өйткені пиар специалист равно SMM специалист қой.
иә, ол бірінші бізде солай, иә? Бізде солай, иә, бір-бірін замена жасайтын адам. Сіз былай айтқыңыз келіп тұр ғой, мысалға отдел кадрдың өзінің функциональный міндеттері бар, бухгалтердің өзінің функциональный міндеттері бар, пиаршының функциональный міндеттеріне сонда сол SMM-нің барлығы араласып кеткен, иә. Араласып кеткен өкінішке орай. Және ол араласқаннан бұрын ол қазіргі уақытта нақты, және мына мысалы министрліктерде қарайықшы, бір жерде пиар департамент деп аталады, бір жерде қоғаммен байланыс дейді, бір жерде жалпы пресс-служба дейді. Иә, солай біріншіден кетеді. Екіншіден, осы бізде бір стандарт жоқ министерстволарда. Мысалы, бір министрлікте осы ЕГОВтан хаттар келеді ғой, соған бір пресс-служба жауапты. Мысалы, бір министрлікте. Екіншіде ондай жоқ. Көрдіңіз ба? Оны сонда министрдің қалай кеңесшісі жауап бере ма? Коммуникация бойынша или кім жауап береді? Көрдіңіз ба? Бір министрлікте кеңесші бар, екіншіде жоқ. Екіншіде ресми бар. Сонда өздері осы қабылдап өздері жасап алады. Бір министрліктерде бірақ кеңесші де бар, пресс-служба да бар. Еще ресми өкіл бар. Ресми өкіл деген департамент бар. Ресми өкіл дегеніміз ол мына шығатта, Айбек Смадияров бұрын болып еді ғой, МИДта. Тура солай. Бірақ ол кезде мысалы ресми өкіл бола тұра ол комитеттің бастығы болды. Бірақ пресс-службаның бастығы Ерлан болды. Көрдіңіз ба? Әрбір жерде әртүрлі. Неге? Өйткені бізде бір стандарт жоқ. Не госслужбада, не кәсіпкерлерде де тура солай. Ал сонда бүйтейікші енді, бүйтіп жерге түсіріп, мысалға бағана айттыңыз, сіз комитет төрағасы болдыңыз, комитет төрағасы басқа адам, пресс-службаның бастығы басқа адам, ресми өкіл басқа адам дедіңіз ғой. Ал соңғы мысалға коммуникация бойынша бопты бір қателік кеткен кезде осы үш адамның қайсысы жауапты болады сонда? Өте жақсы сұрақ. Енді ол өздері ішінде шешіп алады. Өздері шешіп алады ішінде. Әрбір. Енді мен тағы да айтып кетейін, мына жерде бізде неоднородный пиар деп атаймыз Қазақстанда. Неге? Өйткені қазіргі уақытта бізде түсінік жоқ та, кейбіреу түсінеді, кейбіреу түсінбейді. Және бұл ең бастысы ЛПР-мен байланысты. ЛПР дегеніміз кім? Ол біздің бастығымыз. Сені жұмысқа алатын, шешім қабылдайтын адам. Және біздің шешім қабылдайтын адамымыз күшті болса, андай ұғатың болса, пиар дегеніміз не, кризис дегеніміз не, осы пиаршы мен байланысты, бұл кризис бола ма, болмай ма, ол еще рисковик. Біздің көптеген қазақстандық компанияларда рисковик жоқ, риск менеджер деген жоқ, оған ақша жоқ, және ойланбаймыз ол туралы. Сондықтан оның міндетін бізде пиаршы, осы органның, организацияның пиаршысы сол міндетін атқарады. Бірақ ол риск болғаннан кейін, проблема болғаннан кейін атқарып кетеді, иә? Ол егер риск менеджер болатын болса, ол болдырмауға тырысатын еді, иә? Әрине. Ол болдырмауға тырысады, әрине. Бірақ тағы да қайталап айтайықшы, басшы. Соған барлығы байланысты. Ол түсіне ма, түсінбей ма? Ол кімді алады? Ол біреуді, мысалы, пиаршыны алған уақытта, оған ол қандай жағдай жасайды? Мысалы, бізде бір күшті министрлер бар. Олар айтады, мінеке, мынау біздің баспасөз хатшымыз, бұл кісі кеңесшіде, баспасөз хатшыда, бұл кісі ресми өкілде. Барлықтарыңыз қай уақытта да, осы мысалы, баспасөз хатшымыз ақпаратты сұраған уақытта, әрбір чатта сіздер 24/7 жауап беру керексіздер. Өйткені бұның енді сұрағаны заң деп. Осындай министрлер олар ұғады. Олар кімдер олар? Башылар мысалы. Бір-екі адамды мысалы ретінде айтпай қояйыншы, қазіргі уақытта енді көп министрлер енді өзінің ішкі, енді бұл ішкі нәрсе ғой. Сондықтан оны айтпай қояйын. Біреуді айтып, екіншісін айтпай кетсем, сосын ертең айтады, неге бізді айтпадыңдар дегенде, есіме түсіп тұрған, енді бір жақсы нәтижелі бір министрліктер бар болған. Солардың ішінде мен мысалы айтып кететінім, бұл оқу ағарту министрлігі Ғани мырза министр болған уақытта, мысалы Мереке Амангелдіқызы. Мен неге ол туралы жақсы білемін, өйткені мен оның командасына бірнеше рет кездескенмін, және осындай бір жалпы мастер-класс региондар келгенде беріп кетші деген бір осындай ұсыныс болған. Сол кезде барып көрген уақытта мен өзім таңғалдым, қалай оларда системна орталық
арқылы қалай оларда жұмыс құрылған. Және мен өзім осындай сұрақтар қойдым. Мен мысалы сіздер мысалы мындай сұрақ болған уақытта сіздерге тез шешім қабылдау керек. Өйткені бұл социалка ғой, посттар көп жазылады, TikTok болсын, мұғалімдердің барлығы, ата-ана бар. Мұғалім көп, оқушы көп, адам көп болған сайын неғұрлым мәселе көп болады. Әрине. Сонда мен айтам, бұл кризистің барлығын қалай жинап отырсын және қалай басқарып отырсыңдар дегенде, олардың өзінің күшті қойылған жүйесі болыпты сол кезде. Сол кезде мен қарадымда мен айттым, енді бұл неге осындай нәтижелі баспасөз жалпы қызметі болды. Өйткені бұл бастықтан берілген, басшыдан берілген карт-бланш. Иә? Қалай істейсің, не істейсің, және сенім. Сенім бар болған жерде карт-бланш болады. Карт-бланш болған кезде әрине жауапкершілік 100%-дан астам болады. Сондықтан мінекей осындай министрліктер әрине көп. Бірақ осы кезде ойымды қоса кетейін. Ғани мырза министр болған кезде мен ол кезде уәде жобасын Ерболат Мұхамеджанмен бірге жасаған болатынмын. Өкінішке орай біз неше рет шақырдық, келген жоқ бізге уәде беруге. Мен енді ол туралы білмеймін. Бір өздеріңіздің келісім сөздеріңіз болған жоқ шығар. Немесе Мереке Амангелді қызы басқа. Тіпті бізге ол кісі келісім беріп соңғы күні ма, немесе түсірілім күні ма, қателеспесем, отказ берген болады. Ондай моменттер болып қалады. Өйткені тек қана Ғани мырзадай ғана емес, мен бірнеше министрлермен өткен осы правительство және қазіргі уақытта да жұмыс істеп келе жатырмын. Ондай моменттер өте көп болады. Өйткені оларды анда шақырып қалады, мында шақырып қалады. Кей кезде ақпараты өзгеріп кетеді. Мен есімде бар болса, Ғани мырза әрқашанда интервью беріп отырады, мысалы Назымгүл. Назымгүл министр деген жоба болды ғой. Жоба болды ғой. Көбі берген жоқ, бірақ Ғани мырза бірінші болып сол кісіге барды ғой деймін. Өйткені көп министрлер қорқып жүрді. Бәрін қорқады ғой негізі. Енді оған қарағанда уәде бағдарламасы өте лояльный деп ойлаймын. Өте жақсы, грамотный деп. Сондықтан енді мен нақты білмеймін не болғанын, бірақ жалпы айта аламын, ол кісі шынында жауап береді. Мен енді айтуға парызмын енді. Әрине. Осы кезде бағана жағдай туралы айтып қалдыңыз, жағдай жасайды деп айтып қалдыңыз ғой, енді осы пиаршы мамандардың баспасөз жалпы мына сұраққа жауап берейін, одан кейін бірінші жағдайды айтайықшы. Жалпы пиаршы мен баспасөз хатшысы екеуі екі бөлек па біздің? Жалпы бірінші мынау не дейік, министрліктер мен әкімдерде. Одан кейін квазигоске кете береміз. Айналып келгенде тағы да жоқ деп айтайын ба? Өйткені бізде неоднородный пиар деген нәрсені ешкім түсінбейді, білмейді. Сондықтан мен мысалы өзім квазигос органнан бастадық қой, мен өзім госслужбада да жұмыс істедім, квазигоста жұмыс істедім. Квазигоста мен жұмыс істеген уақытта мен пиаршы бола тұра, айтайын ба, қайда қарадым? HR-ға қарадым. HR департаментта специалист по коммуникациям ба, сонда бірдеме деп жазылып тұрдым. Акиматтар, мысалға, 10 жыл бұрын акиматта пресс-службада 3 адам жұмыс істеген ғой. 10 жыл өтеді. TikTok қосылады, Threads қосылады, 2019 қабылданған концепция слышащего государства қосылады. Әрбір жерде біз барлығына жауап беру керекпіз. Мобилография бар. Әкімдердің орынбасарлары барлығы әлеуметтік желіде отырып оған жауап беру керек деген барлығы шықты. Әлеуметтік желілерде біз қазір бір 5 минуттың ішінде жауап бермесек, WhatsAppта жазған журналистерге жауап тез нақты беріп жермесен, хайбай шығады ғой. Бірақ адам саны әлі 3 адам ба? Әлі 3 адам. Сонда мен осы Алматыда болғанда, осы АПРМ-нің форумын өткізгенде, сол жерде жеке меншік компаниялар бар ғой, агенттіктің пиаршылар айтады ғой, ойбай жоға, не деп айтып жатырсың? Акиматта бір 20 адамдай жұмыс істейді ғой, дейді ғой маған. Немесе 10 адамдай деп. Мен айттым, сіздер білесіздер ма? Ол жерде жұмыс істеген адамдар барлығы прикомандированный. Әрбір акиматта тура сондай жағдай. Мен қайда барсам да, осы жылы Атырауға барып келдім, мысалы үлкен коммуникация форумына, осы өңірлік. Сол жерде соны айтып отырмын, әкімдік деген былай басы кеткен астыға түсіп, өйткені ол шын. Неге? Өйткені мысалы акиматтың пресс-службасында 3 адам не істейді үлкен қаламен, немесе облыс болады, облыспен. Басқа жерлерден, басқа управлениялардан бір единица алып, оны командировать етеді пресс-службаға. Сонда, мысалы, мен жұмыс істесем, осы прикомандированный ретінде менің трудовой книжкамда қалай деп жазылады? Методист управления образования деп. Пиаршы болмаймын. Ал бірақ, мысалы, үлкен жеке компанияларда, мысалы банктерде бір пиар департаменттің ішіне
кіргізіп қояды барлығын, ESG-ні қосып қояды, IR-ды қосып қояды, International Relations-ді барлығын үйіп қояды да, сосын ертең анау ESG жасап отырған жігіт немесе қыз ол жерде пиаршы болып шығады. Бірақ пиардан вообще білімі жоқ. Ақпарат білмейді ол туралы. Бірақ ол ESG, бірақ ол жерінде жазылып тұрады пиар деп. Енді қараңызшы, мен осы сөзіңіз аузыңызда бірнеше ай бұрын бір облыстың пресс-службасының бастығымен енді жақын танысым, сөйлестік. Сол кезде сөйлесіп отырмын, сосын мен оған айтып жатырмын да, сендер неге былай істемейсіңдер деп. Тыңдап алды да, Алмас, айналайын, бәрі күшті ғой, бірақ соны істеуге уақыт жоқ қой бізде дейді да. Бізде білеміз, мысалға қандай трендтер болып жатыр, қандай дүниелер болып жатыр, бірақ сол қолында бір видеографы, сол бір қалайды, пресс-релиз жазатын адамы деген сияқты, бір журналисті, бұрынғы журналисті, қазір пресс-релиз жазатын, және бір адам өзі. Болды, үш адам, олар өздері сол несін анау, қалайды, постерлерін де социальный сетке өздері жасайды, видеоларын да өздері жасайды, тексттерін де өздері жасайды. Жалпы сосын олар да анау креативный бір нәрсе ойлайық, ананы қосайық, мынандай денге мүлдем уақыт жоқ дейді, өйткені оларда толып тұр анандай. Еще мысалға бір әкімдікті алған кезде ол жерде қаншама департамент бар, ол жерде қаншама жаңалық болып жатыр, күнде поток келіп түсе береді, бәрін салу керек. Одан кейін ол департаменттер ренжиді, неге біздікін шығармадыңыздар, неге біздікін салмадыңыздар әлі деп, сондай мәселелер болып жатады, жиі кездесіп жатады. Әрине ондай болады, өйткені біріншіден ол бізде жалпы пиаршы, осы пресс-службаның деңгейі бізде қалыптаспаған. Ол не үшін керек, неге керек, ол ең басты. Жалпы қазіргі уақытта көбі неге бұндай ситуация, көбі ана пиаршыны барлығы қалай қабылдайды, пресс-релиз жасайды да, сол СМИ-ме бақ өкілдерімен ғана осылай қарым-қатынас жасайды, сосын бір Инстаграмда бір пост салып тұрады деп ойлайды. Ссылкалар жинап группаға жібереді. Солай істеп отырады дейді. Бірақ шыны керек, қазіргі күні нағыз пиаршы, осы пиарды басқаратын адамдар, пиар департаменттің директорлары, сол кеңесшілер деп айтайық, ол кісілер ең басты стратегиялық пиармен айналысады. Ал стратегиялық пиар ол менеджментке келеді. Сондықтан пиар-менеджер ол ең бастысы топ-менеджер сияқты. Өйткені мысалы, ол осы мемлекет орган болсын, жалпы жеке меншік компания болсын, барлық ақпаратты біледі. Және ол терең біледі. Мен кей кезде айтамын да, өзім күлемде, біздің любой пиарщигіміз любой вице-министр болып кетуі мүмкін. Неге? Өйткені пресс-конференцияға шығарған уақытта, мысалы, бір вице-министрдан сұрайсың ғой, бір осы анау жақ тұра, мен оған жауапты емеспін, оған менің әріптесім жауапты, сосын сіздерге жауап қайтарады біздің пресс-служба. Онымен кураторлық ететін салама келмейді деп. Бірақ сен ана пресс-службадан сұрашы, ана пресс-секретары, ол саған жауап беріп отырады, және барлық цифрларды айтып береді. Мінекей, көрдіңіздер ме, қандай үлкен стратегиялық жұмыс жасайды. Сондықтан олардың орны пиар-директорлардың, пиаршылардың осы басшының жанында. Басшыдан кейін екінші адам пиаршы болу керек. Осы қараңыз, күшті айттыңыз, мысалға жеке компания Huawei-ді білесе, бәрімізге екеуміздің де ортақ танысымыз, досымыз Айман Сахова. Ол пиар-менеджер ретінде өзі сол Huawei-дің топ-менеджеріне кіреді. Және олмен сөйлескен кезде ол айтады, ол бізде солай, себебі бұл жерде шешім шығаратын және оған жауап беретін ол пиаршы ғой. Жалпы жиналыста болған мәселені барлығын ертең тарататын да, жауап беретін де ол пиаршы. Демек, олар сол үлкен столдың үстіндегі жоғары орындарға қойған. Ал бізде өкінішке орай госта, квази-госта оны бір төмен жаққа отырғызып қояды, мысалы пиаршыны. Ал жеке компаниялар оны бірден түсініп, үстіңгі қатарға, мысалға жақында мен қателеспесем, енді ол маркетолог, бірақ Форте банкте Ким деген кісі, Антон, ол да қазір топ-менеджер ретінде неге осы
өткенде салған болатын жаңалығын, кәдімгі Фортебанктың топ менеджерлерінің деңгейіне көтерілді. Демек олар түсініп жатыр да, жеке компаниялар қазір пиаршы болсын, маркетолог болсын, ол тек қана мынау KPI үшін, белгілі бір цифрлар үшін жұмыс істейтін адам емес, ол мысалға бағана айтқан риск менеджер, шешім шығаратын адамдардың деңгейіне жетіп жатыр деп. Бізде мынау советник по коммуникации деген адам әлі ондай деңгейде емес қой, Ондай деңгейде емес, өкінішке орай, тек қана ол кеңесін беріп отырады, болды. Ол қабылданады, қабылданбайды. Кеңесші жалпы, былай қарасақ, ол жауапкершілігі жоқ. Жауапкершілікті кім? Пиар департаменттің басшысы ғана өз-өзіне алады. Өйткені бұл қаржылық сұрақ. Және ол ішіндегі логистика ғой, мысалы хатты жіберу, кім оны қол қояды, бүйтеді, оның барлығы пиар департамент жасайды. Және оған жауапты адам жасайды. Ол біріншіден. Екіншіден, менке айтып жатырсыз, мысалы Huawei-да ол басшылыққа кіреді. МФЦ-да, мысалы, біздің Елена Пак, осы кофаундер біздің ассоциацияның, ол кісіде управляющий директор, осы правленияның ішіне кіреді. Осы Ленаны, осы МФЦ-ның правлениясының мүшесі ретінде таңдаған уақытта біз өте қатты қуандық. Неге? Өйткені бұл ең бірінші күшті сигнал. Осы пиаршылармен, осы коммуникацияға жауапты мамандармен санасады екен деп. Ол біріншіден. Екіншіден, жеке компаниялар деп айтып жатырмыз. Жоқ, халықаралық жеке компаниялар деп айтайықшы. Өйткені Huawei және Айман туралы айттық, ол енді халықаралық қой деңгей, олардың өздерінің стандарттары бар. Және тағы да басқа бір үлкен банктарда бар шығар, осы всемирный дегенде, және тағы да басқа. Бірақ басқа жеке компанияларды қараңыздар, коммуникация бойынша мамандар онда жоқ. Үлкен құрылыс компанияларын алсақ та, сол банктерді алсақ та, мен ондай практика әзірше көрген жоқпын. Бірақ, неке біз менеджер деп айтып жатырмыз ғой, кім ол пиаршы менеджер? Менеджерлік амбициясы бар пиаршы обязательно менеджер болып шығады. Ол ең бастысы. Мысалы, ең күшті, мысалы, қазіргі уақытта Руслан Иманқұловты білесіз бе? Ол ең біздің сүйікті пиаршымыз болған, баспасөз хатшы болған, МЧС-та көп жылдары бойы жұмыс істеген. Ол осы біздің журналистер өздерінің наградасын жасайтын бұрын, сол кезде соған бірнеше рет берген. Руслан Иманқұлов әрқасында осы МЧС-та жұмыс істей, барлық осы үздік баспасөз хатшы, баспасөз қызмет деген осындай наградаларын барлығын министрліктен алатын. Қазіргі уақытта ол осы Қазмұнайгаз сферасына кетті де, қазір управляющий директор болып тағайындалды. AR, IR, GR, PR-дың барлығын қазіргі уақытта сол бақылайды. Управляющий директор, или заместитель генерального директора болды ғой, есімде бар болса. Мінеке, бұл өте күшті показатель, топ-менеджер болатын. Және тағы да бір өте керемет бізде мысалы бар. Берік Уәли. Кім біліпті, кешегі баспасөз хатшы қазіргі уақытта облыстың әкімі болады дегенде, Ондай бізде болды ғой, Дәурен Абаев, Бейбіт Исабаев, бұрынғы баспасөз хатшылары. Мінеке, Бейбіт Исабаев, қазіргі уақытта. Енді олар бұрын болды ғой. Қазіргі уақыттан алсақ, қазір өзіміздің, мінеке, замандастарымыз туралы айтсақ, осы замандастарымыздан мінеке Берік Уәли, мысалға, ол журналистикадан шығып, сол қазір Абай облысының әкімі бол. Онымен қатар біздің әріптестеріміз өзі, Мейірлан болсын, және тағы да басқа біздің достарымыз, әріптестеріміз бар. Барлығы топ-менеджер болып отыр қазіргі уақытта. Берік Уәлидің журналистикадан бөлек, ол кісі мемлекеттік қызметте де өзі Жамбыл облысында қателеспесем болды, ішкі саясатты басқарды қателеспесем, ол неге дейін баспасөз хатшысы болғанға дейін. Ол кісі енді журналистика, сол баспасөз хатшысы болды, баспасөз қызметінің басшысы болды, министрлікте жұмыс істеді. Мен сол министрліктің бір квазигос органында жұмыс істедім, мысалы. Сол пиар департаменттің басшысы болып жүрді ғой көп жерде. Және партияның баспасөз хатшысы болды. Мен өзім партияға сол кезде келгенмін. Берік ағамыз сол жерде осы орталық партияның баспасөз хатшысы болған уақытта. Сол баспасөз хатшы осы мемлекеттік органда, политикада болсын, саясатта болсын, және тағы да басқа. Ол әрқашанда осы ішкі саясатты басқарып жүреді, қарап жүреді. Өйткені пиарщик осы жерде баспасөз хатшысы, пиаршы, ол әрқашанда руку на пульсе держит дейді ғой. Оның барлығы соның жұмысына қатысты. Сондықтан
ертеңгі күні біздің пиаршылар өте жеңіл осы ішкі саясаттың басшысы болуы мүмкін. Біріншіден, екіншіден, қазіргі уақытта бізде күшті практика бар. Мысалы, Қарағандыда рукап бар ғой, руководитель аппараттың басшысы, соның орынбасары мысалы Марина Шаповалова. Ол баспасөз хатшы болып көптеген Қызылордада да қателеспесем солай жылдары жұмыс істеді. Қызылорда облысы аппарат басшысы да қазіргі уақытта мен білмеймін, шыны керек қалай болып қазір ауысып кеткен шығар мүмкін. мүмкін. Бірақ Нәлібаевтың кезінде бұрынғы баспасөз хатшысы болды ғой, ненің АП-да істеген, есімін ұмытып қалдым. Есімде жоқ. Мен бірақ Орал қаласы туралы айта аламын, ЗКО. Осы Батыс Қазақстан, Нұрділдә Ораз. Ол кісі көптеген көп жылдары МВД-да журналист болды, одан кейін МВД-да болды, прокуратурада болды. Баспасөз хатшысы болды. Осындай бізде енді мысалдар өте көп, және ол өте күшті. Бірақ мінекей бұл госслужбада ғой. Госслужбада. Жалпы жеке меншік компаниялар туралы айтсақ, онда да осы жақсы осындай мысалдар бар. Енді қараңызшы, бағана жағдайларына байланысты. Сіздер осы жақында мынау Колесомен бірге, Колесо группамен бірге зерттеу ұйымдастырдыңыздар жалақыларға байланысты. Мен қарап шықтым. Сол жалақыларды талқылайықшы. Жалпы пиаршының жалақысы қанша, баспасөз хатшысының жалақысы қанша? Ана жерде біз шығарған уақытта медианная болды, бірнеше деңгейге бөлінеді. Ол там junior level, сосын middle management немесе топ менеджмент дегенге бөлінеді. Жалпы барлығын қосып айтсақ, сол средний зарплата, орташа жалақы жалпы сол 400 мың мен 600 мыңның арасында. Ары қарай средний менеджмент десек, бір 800-900-дай болып қалуы мүмкін. Және топ менеджмент, пиар департаменттің басшысы, үлкен департамент басшысы, ол енді 2 миллионға дейін де жетуі мүмкін. Бірақ ана жерде қарау керек, қандай сектор екенін. Ана жерде көрген шығарсыз финтек, сосын IT саласы, сондай корпоративный салада ғой, Оларда жеке компания болғандықтан олар көп төлей алады. Ал енді мемлекеттік органдар мен квазигосты айтсақ, енді кішкене өкінішке орай ситуация төменірек, 200 мың теңгеге. Осы қателеспесем, қаңтар айында маған ұсыныс түскен болатын, бір облыстың бір силовой структурасының баспасөз хатшылығы лауазымына деген дұрыс болмай екен. Мен сол кезде бірінші 2 сұрақ қойдым. Бірінші жалақы, екінші командада қанша адам бар. Өйткені жалпы ертең мен сол жұмысты өзің мобилограф, өзім фотограф, текстін жазып, оны неге канваға салып, суреттерін жасап, постерлерін жасап жүрем ба деп. Сол кезде айтты, енді бізде 3 адам бар ғой деді, өзің 4-ші болып келесің, солар жұмыс істетесің дейді. Жақсы, рахмет деп қайтарған болатынмын. Өйткені мен оны білем да, басында күшілеп тұрып шақырып алатын. Ол жалақысы, бұл жерде маған жалақы, әрине жалақы маңызды ғой, бірақ бұл жерде енді менде жеке кәсіп болғандықтан қатты бір бас қатырмаймын да оған жалақысына. Маған қызықты бір сала болатын болса, және қызықты бір жобалар жасауға, бір кейстерге бір қызықты бір мүмкіндіктер болатын болса, онда ойланып көрдім. Бірінші өткен маған силовой структура болғаннан кейін қызық болды. Ол жерде мен ойлап тастадым, ана жерден секіртеміз, мына жерден жүгіртеміз, мына жақтан не қылып депші. Уже миымда бірнеше фантазияларым болды. Бірақ кейін сол команданы және тағы да бірнеше адаммен сөйлесіп ақылдасқаннан кейін, Алмас, сенің түсінігіңде, сенің көзқарасында бәрі күшті, бірақ ертең ана жаққа барған кезде, регионға барған кезде оның бәрін жасау, сен өзіңнің ойлаған 10 нәрсеңнің 2-ін жасаған өзінде де сен күшті. Жоқ, регион болсын, орталық болсын, әрине ол жерде тыйым салынады. Сол ойлаған нәрсеңнің сізге қызығып сізді шақырып алады, сосын қолыңызды бұрай бастайды. Сол сөйтіп айтқаннан кейін мен жоқ деп жауап бердім. Енді бір практически әңгімелерге келсек, бізде бірнеше пиар кейстер бар. Саяси алаңда болсын, немесе осы жақында болған мынау Сен сұлуға байланысты болсын, бір түрлі бір нелер болып жатады. Жағдайлар орын алып жатады, немесе бізде қалайда бір арнайы бір дайындалған пиар болады, немесе болып қойған проблеманы шешудің мәселесімен айналысып жатады. Сіздің өзіңіздің Қазақстанда сәтті көрген бір пиар компанияларыңыз есіңізге түсіріп көре аласыз ба?
мынау компания күшті болды, мен қол шапалақтадым тұрып деп. Мен шыны керек, жалпы осы тренингтар, воркшоптар өткізген уақытта айтамын, қазақстандық пиар тенді қоямын да, айтамын, бұл кризис пиар, антикризис пиар деймін. Өйткені барлығы пиаршы туралы қашан есіне түсіреді, бірдеме болған уақытта, немесе бірдеме болып қалайын деп мінекей болып жатыр деген уақытта барлығы сол туралы есіне түсіреді. Және антикризисный пиарщиктар, мен неге осы кризистармен көп жұмыс істеймін, өйткені бұл жерде енді көбірек сұраныс бар, біріншіден антикризиста, екіншіден ақша көбірек. Адамдар паникаға ұрылғанда барлық ақшасын бере салам деген осындай момент болады. Сондықтан біз тек қана бизнес деймізде ары қарай осы кризистарын шешіп жүреміз. Бірақ ақшаны бөлген уақытта басынан бастап бөліп, жақсы пиар маманың алып, барлық рисктерді санайтын адам керек. Және маркетолог, сіздерде мысалы сен сұлу деп айтып жатырсыз ғой, ол жерде маркетолог бар. Бірақ маркетолог бұл пиаршы емес. Өйткені пиаршы ол стратег. Ол әрқашанда осы біздің ақпараттық әлемде, ақпараттық поледе не болып жатқанын аңдып отырады. Кім кімді қалай жақтырмайды. Және оның память деді ғой, оны керемет болу керек. Әрқашанда ойлап отыр, так, мінекей мына әртіспен біз коллаб жасайды деп жатырмыз. Ол адамды редактор болу керек қой. Оған дейін оны отмена жасады ма, жасамады ма, қандай оның фидбегі бар дегенде, осыны барлығын қарастыру керек қой. Енді бұл енді риск менеджмент. Рисковиктер барлығы солай істейді. Осы кезде қоса кетейін, пиаршы ол бір 4 жыл оқып алған уақытта пиаршы болмайды ғой. Өйткені оның 10 жылдық, 20 жылдық практикасы болу керек, есіне түсіру керек. Анау мынандай жағдай болған, мынау саяси жағынан қате болады, мынау дипломатиялық тұрғыдан қате болады деген сияқты өте көп нелері бар. Мынау қалай айтады, пункттері бар ғой, білу керек. Маркетологтың мақсаты лид алып келу, трафик алып келу және продажа жасау, сату жасау. Ол түсінікті. Ол біреуді шешіндіре ма, жүгірте ма, шашын боята ма, шашын қырғыза ма, ол өзінің миына келген істейді. Бірақ оның артқы последствия деген қалай қазақшасы, последствияларын көп ойлай бермеу мүмкін. Оған KPI қояды, мысалы, маған продажа керек дейді. Ол продажа үшін сөйтіп брейншторминг етеді. Ал сол кезде пиаршы бәлкім ол тоқтатуы мүмкін шығар маркетологтың бір керемет идеяларын, бірақ ол компанияның жалпы өмір сүруін ұзартады деген түсінік қой. Дұрыс айтасыз. Жалпы оның барлығын компания масштабқа барам десе, пиаршыға келу керек. Пиаршыны өзінің командасын алу керек, немесе аутсорсинг ретінде, консультант ретінде алып жүру керек бірге. Енді қазір кейстер туралы айтып жатырсыз. Енді шыны керек, бұл антикризисный кейс бе, немесе жалпы пиар кейс деп айтарсыз? Бірінші антикризисныйды айтып көрсек. Мысалға бізде мынау Мухаряповтың несі болды, баяғыда? Баяғыда болған нәрсе ғой, құдай. Сондай сияқты деп жатырмын да, сондай сияқты қандай бір Тредсті ашып көрейік. Тредсте қазір ол болып жатқан сен сұлу. Оған дейін не болды, бір апта сайын өзгеріп отырады ғой. Немесе кофейняны біз отмена жасаймыз, немесе сондай бір ресторан болып қалады, адам болып қалады, қазіргі уақытта. Бірақ жалпы осы кризисқа қарасақ, мінекей сен сұлудың, калька ретімен, калька сияқты жұмыс істеп жатыр, көріп тұрсыз ба? Басталды, өзі сол моменттен басталды. Сосын басталғаннан кейін ана фаундерына көшті. Фаундерінің бұрынғы видеоларын барлығын тауып алды да, енді соны отменаға алып жатыр, мысалы. Айтып Ал тағы да бір торт болып еді ғой? 600 мыңның торты болды. Ол немен біткенің есімде жоқ, әйтеуір сотқа барды ғой деймін, сосын бір штрафын төледі ғой деймін. Сол жерде енді мен бірнеше бағдарламаға барғам соны талқылауға. Жалпы антикризис репутация жағынан сол кезде сол кейс ең бірінші сияқты болған сияқты, ең громкий. Біз кризис деп қашан айта аламыз? Дағдарыс болды. Бұл ақпараттық дағдарыс деп. Тредстен басқа әлеуметтік желіге көшіп кетсе. Сол кезде бұл ақпаратты біз болды. Бұл дағдарыс деп айта аламыз. Және бұл жерде дағдарысқа қарсы осы методтарда нәрселерді қолдана бастау керек деген. Немесе Фейсбуктан Инстаграмға деген сияқты ғой, немесе Инстаграмнан. Басқаларға көшіп кетіп, сосын СМИға шығып кетеді, пабликтерға шығып кеткен уақытта болды деген сөз. Өйткені ол тредсте өзімен өзі өмір сүре алады. Жалпы. Мен қазір шыны керек, мен тредсті аша алмаймын.
өйткені ашқан уақытта негатив болып кетеді сразу. Немесе осы қыздар мен ұлдар ұрысып жатады, қыздар мен қыздар, немесе ұлдар мен ұлдар. Иә, сосын одан қалса біреуді отмена жасап жатырмыз. Иә, енді не айта аламын мына жерде, сондықтан мен есімде қазіргі уақытта осы дағдарыстан шыққан, дағдарыспен байланысты кейстер есіме түспей жатыр. Неге? Өйткені мысалы мемлекеттік саяси осындай кейстерді алсақ, мен әрбір дағдарыс болған уақытта мен әрқашанда барып, содан кейін сол дағдарысқа қатысқан адамдардан барып сұраймын, не болды, қалай болды. Сондықтан мен біле тұра ішінде не болғанын, содан кейін бұны кейс қылып айта алмаймын. Өйткені мен тіптен көп мәлімет білемін ол туралы. Ал жеке меншік мысалы кәсіпке қарасақ, көптеген көп. Енді мына жерде мына жақтан отырып ойлап солар туралы айту әрине оңай, бірақ олардың ішінде не болып жатқаны ол енді басқаша ғой. Өйткені мені мысалы жеке меншік компаниялары осы жалдаған уақытта Threads-те мысалы отмена жасап жатқан уақытта ең бастысы ана жерде бірінші басшы қаншама шешім қабылдай алады. Және ол саған сене ме, сенбей ме дегендей. Қалай тез реакциясын береді дегендей. Және ең бастысы басқа мысалы мемлекеттік органдарға, басқаларына қараған уақытта бұларда стрессоустойчивость өте үлкен, бірақ жеке меншік компаниялармен жұмыс істегенде дағдарыс кезеңінде олардың ең бастысы, олармен жұмыс істеген кезде ең бастысы стресспен жұмыс істеу керек. Олар паникаға ұрылып кетеді, мындай нәрселерді айтады. Мен мына кәсіпті жауып тастаймын дейді. Болды, мен жабамын, маған керек емес, болды, мені уже қырды, жойды дейді. Бір пост жазып, посткризистің нәрсені жасағаннан кейін, нормально екен ғой. Дальше смело сидит. Сондай моменттерді калибровка жасап, кішкене өз-өзіне келтіру керек. Сондықтан антикризисті есімде жоқ, шыны керек. Бірақ өте жақсы пиар компаниялары пайда бола бастады біздің мемлекетте. Маған ол өте ұнай бастады. Және ол ESG жағымен байланысты, және біздің Қазақстанның брендімен де байланысты. Мысалы, бағана ғана Антон Ким туралы айтып кеттіңіз. Мінекей осы Forte банктың ең осы соңғы күшті бір пиар акциясы болды. Алматыдағы итке байланысты. Итке байланысты. Былай бір жағынан қарасан, жай бір статуя, бірақ қандай керемет кейс болып кетті, әлемдік кейс болды. Мен олардың пиаршыларымен сөйлесемін, мен және пиаршыны танимын, сол конкретно осы кейспен айналысқан. Есімі Үмітжан, сол сөйлескен уақытта мен айтам, бұны бір кейсбук жасау керек деп. Кейсбук жасап көрсету керек. Өйткені олардың, мен парақшаларын қарап отырсам, оларда ең осы миллиондаған, миллиардтаған Инстаграм парақшаларға шығып кеткен ғой. Қытайда, Америкада, одан қалса Африкада, Бразилияда, барлығын. Мен осы кезде бір пост жазған болатынмын. Пост па, стори ма, осы әлемдік баққа шығып кеткен кезде Forte банктың пиары Алматы визиттің жасайтын жұмысын жасады депші. Өйткені Алматы визиттің жұмысы Алматыны дұрыс жағынан таныту, дамыту, туристер алып келу деген сияқты ғой негізгі функциясы. Ал Forte банк оны өздерінің қаржысына, жеке қаржысына істеді. Forte банк жалпы жасады ғой енді, бірақ ары қарай бұны алып кету керек қой. Ана ішінде отыра осы пиаршы үлкен жұмыс жасады. Өйткені ол енді жаңалық бар, бұл қызығушылық бар бұл жаңалықта. Соны көре тұра, алады ана жаңалықты ары қарай басқаларына жазып отырады. Нью-Йорктағы жеке репортмен сосын сұрадым, қалай жасадың, не істедің дегенде, жеке репортерлар тауып алады, ана Нью-Йорк Таймс, BBC барлығын, соны жеке поштасына барлығын жазып шығады. Сіздерге қызық болушы еді, мінекей осындай болып жатыр, біз мындай жерде шықтық, сіздер өздеріңіздің сайттарына сала аласыздар ма дегендей. Осылай жазып шығарды, шықты. Және біздің өздеріміздің сопқорларымызбен, бізде мінекей мына жақта мит өте жақсы көмектесіп жүрді. Міне жігіттер бар, ана біздің сопқорлар бар ғой, басқа елдерде, солармен жұмыс істеп кеттік, мысалы. Олардың таныстары бар, солай шығып кетті өзі. Біз өте қуана көмектестік, өзіміз барлығымыз жабылып, подключили все связи дейді ғой, солай жасап кеттік. Өйткені бұл жерде ақша сұрақ емес, жеке меншік банк деп, жалпы бұл біздің қазақстандық кейс қой. Көрдіңіз ба? Бірақ енді 2 аптадан кейін сосын
заң шықты. Иә, заң шыға бастады. Сосын біз барлығымыз үмітіміз үзіліп, сосын кішкене ана өте жақсы күшті кейс басқаша болып кетті. Көрдіңіз ба? Барлығы басқандай нәрселер жазып кетті. Статуя қойыңдар енді сұрақ, Фортебанк өзінің мысалы потолок қойды ғой, енді содан асып бір дүние жасай ала ма алдағы уақытта? Білмеймін, енді Антоннан сұраңыздар. Жақсы. Енді бізде мына сұрақты қояйын, одан кейін біз алда құрылтай сайлау келе жатыр, сол жақтағы партияларға бір шолып өтсек, өйткені ол жерде де агитация, пиар маңызды. Сіз деппін ғой, Тоқаев Тигр деген пиар компанияны сәтті деп айта аламыз ба? Мен оценка бермеймін жалпы. Өйткені бұл жерде метрикаларға қарау керек те. Бұл қандай мақсатпен жасалды? Вообще бұнда мақсат болды ма деген сұрақ бар ғой, көрдіңіз ба? Немесе бұл просто креативті ой, сол жерде моментально шығып қалған нәрсе шығар. Бұл стратегиялық мысалы идея емес шығар, қайдан білесіз. Бірақ бұл стратегиялық идея болмаса да, ары қарай бұны қалай күшті қылып пиар қылып жасап кетті, ары қарай бұл историяны, сторителлинг жасап, бұнысы жақсы болды деген ойдамын. Жалпы енді мен айтып жатқан себебім бір әзілге айналып кеткен жоқ па деймін да, осы бір түсінік. Мен ойымша, в принципе, it's fine. It's okay. Енді жақсы. Енді бізде алдағы уақытта тамыз айында деп жатыр, иә, тамыз айында. Жаз деп айта берейікші. Жазда құрылтай сайлауы өтеді. Бұл сайлаудың өзгешелігі құрылтай болып аталатын болады енді парламент, және бұл жақта қайтадан бұрынғыдай ораламыз, тек партиялық тізім бойынша өтеді, яғни партиялардың жарысы басталды. Бізде түсінікті бір негізгі билік құраушы партия бар, ол Аманат. Қазіргі уақытта ақырындап әр сайлау сайын өзінің позициясын жоғалтып келе жатса да, процентный соотношениеде, бірақ әлі күнге дейін өзі ең ірі партия болып саналады. Одан кейін қазір Ақжол, Халық партиясы, Республика деп кете береді енді. Осы партиялар алдағы уақытта қандай бір дүниелер пайда болуы мүмкін олар тарапынан? Біз ауыл партиясын көріп жүрміз, сиыр сауып жүр кім? Ана кісі әйел кісі, сиыр сауып бастап кетті. Сосын ол кісі сайлауда бастап кетіп еді ғой. Одан кейін сүйек сындыру деген сияқты бір дүниелер бастап кетті ғой. Біздің деңгейіміз осы ма, әлде басқа да жаңалықтар көре аламыз ба біз осы сайлау кезінде? Өте жақсы сұрақ, Алмас. Шыны керек, маған да өте қызықты бұл сұрақ. Өйткені біріншіден айтып кетейін, мен бір партияға кірмеймін. Бұрын Нұр Отанда болдым, бірақ мен 2000 есімде бар болса 21 жылы партиядан шықтым. Өзіме 21 жыл, сіз 22-де шыққаңызда подозрительно болатын еді, 21-де шыққаңыз күшті болыпты. Пока это не стало трендом деп айтушы еді ғой. Это пока не стало трендом, я вышла с партии. 21 жылы мен шығып кеткен партиядан. Неге ол кезде мен шықтым? Өйткені маған басқа партиялардан клиенттер келе бастады, келесі осы сайлауға. Сол кезде мен өзім жөн көрдім. Осы консультант болу керек, независимый дейді. Және этика тұрғысынан да, этика тұрғысынан бір партияда болып басқа партияға кеңес айтып жүрген. Сол дұрыс болмады деген ой болды да, сондықтан мен шығып кеттім. Аманат партиясынан сол кезде. Бірақ мен енді бұл менің альма-матерім деп әрқашанда айтам, Нұр Отанның арқасында мен пиаршы болдым. Өзімнің карьерамды сол жерден бастадым, пиаршы ретінде. Жалпы ең мықты мектеп сонда болды, шыны керек. Бірақ мінекей қазіргі уақытта бүйтіп қарасақ, жалпы осы партийный выборы, партиялар тек қана осы сайлауға кіреді деп. Бүгінгі күнге дейін айтып кетейін, енді осы көп сайлауда мен қатыстым. Өзім агит компанияда көп болдым. Және айта аламын, бұрын енді тек қана Аманат, Нұр Отан болатын. Қазіргі уақытта тағы да екінші партия қосылды, Әділет. Өзіңіз ақпараттық алаңды көріп жатырсыз, көптеген мнениялар бар, айтып жатыр, көріп жатырмыз, қаншама адам қалай Әділетке кіріп жатқанын, және мен айта аламын, енді кішкене қызық болуы мүмкін.
қызығырақ болуы мүмкін. Иә, біріншіден қандай олар тәсілдерді, пиар технологияларды, политтехнологияларды қолданады екенін. Ол біріншіден. Қызық болатын себебі бұл жерде саяси тұлғаларға байланысты. Өйткені Айбек Дәдебай бәрібір Қазақстандағы ең лауазымды тұлғалардың бірі болды. Осыған дейін бір президент әкімшілігін басқару деген топ 6-7-ге кіреді ғой негізі енді иерархия бойынша. Сол себептен де, өйткені егер Айбек Дәдебай бұл партияға төраға болып келмегенде, әділет сол бұрын құрылған анау адал сияқты бір партиялардың деңгейінде болып қалама деп ойлайтын едім мен. Ал қазір мысалы ірі саяси тұлға келгеннен кейін, демек бұл партияның болашағы болады деген ойда, мен жеке пікірім. Деп біз барлығымыз ойлап жатырмыз. Бір қызық нәрсе боладың шығар деген. Иә. Өйткені шынымен қызық қой. Өйткені Ерлан Қошанов ол да президенттің ең жақын адамдарының бірі болды. Мынау президент әкімшілігін басқарды. Кейін партияға келген кезде бәлкім аманаттың бір қатты неге түсіп кетпеуі, қатты рейтингін жоғалтпауы бәлкім Ерлан Қошановтың болғанынан да әсері бар ма деп ойлаймын. Өйткені ол бәрібір жағымды тұлға ғой, былай саяси персонаж ретінде менің көзқарасым, жеке көзқарасым жағымды адам. Бір бұрынғы қалайда ескі Қазақстанның бір несіне қалайда қазақи тұлға деп айтайықшы, бір қазақи, қолында домбырасы бар, тілі жетік, және жасы да соған лайықты, өзі бір қатты жас емес, бір ақыл тоқтатқан деп айту бір түрлі болатын шығар, бір көп көрген адам ғой негізі. Содан кейін де бәлкім аманатқа келуі мен президенттің Тоқаевтың бір дұрыс шешімдерінің бірі болды ма деп ойлаймын, Ерлан Қошановтың келген. Өйткені басқа біреу келген кезде бәлкім аманат сол кезде ақ өзін рейтингісін 70%-а мүмкін бір. Мен енді ондай оценка бере алмаймын. Жалпы шешім кім келді, қалай келді. Мен тек қана осы пиар стратег ретінде пиар тәсілдерін ғана, саясатқа кетіп қалдым, сондықтан мен тек қана пиар тәсілдері туралы айта аламын. Және енді айтарым, мінекей қазіргі уақытта бізге осы жылдары жасанды интеллект келді. Бұрын оған дейін жасанды интеллект болған жоқ басқа біздің сайлауларда. Және қазіргі уақытта өзгермелі әлемде, өзгермелі Қазақстанда мінекей ақпарат нарығы да өзгеріп жатыр, иә. Бұл жерде енді бұрынғы ережелермен жұмыс істеуге болмайды. Сондықтан енді кім күшті промпт жазады, сол күшті пиар кеш жасайды. Ең бастысы енді Нұр Отанның, мен ойлаймын, аманат дейікші, аманаттың ең басты мақсаты, менің ойымша, жақсы коммуникаторларды алып, жақсы жаңа тәсілдерді қолдану керек. Және олардың бұрын осы ұстанымы болған осындай бір калькасы бар. Сайлаудан сайлауға, мен осы 15 жыл бұрын осы Нұр Отанда болсам, тура сол нәрсені 15 жыл өткеннен кейін де жасап жатыр ғой. Иә, көрдіңіз ба? Сондықтан кішкене соған бір мысал ретінде қайсысын айтсаңыз болады? Мен просто түсінбей тұрмын да, қандай нәрсе? Қандай? Постері, Инстаграм, түстері бәрі сол. Агиткаға алатын адамдар, сосын барлығы бірдей. Сайлаудан сайлауға одно и то же. Мен осы былтыр қателеспеймін, кешіріңіз. Былтыр Түркияда болдым, Стамбулда. Нағыз анау аудандық әкімдердің сайлау кездерінде болдым да, сол кезде Стамбулда жүрдім. Аудан әкімдерінің сайлауы. Аудан әкімдерінің сайлауы біздің Қазақстан президентінің сайлауынан қызық болып жатыр ана жерде. Барлық бір алаңдар бар, өздерінің майдандары бар. Сол жерде неше түрлі агитті, мынау нелер, орындар, қып-қызыл, көп көмек, цветтермен де күшті ойнайды. Бізде цветтермен ойнамайды, бізде сол көк, жасыл, ақ. Ол түстер бір қызу саяси бір түстер емес та, бірандай. Ешкімді ренжітпейік деген түстерді, нейтральный. Біз жалпы Қазақстан саясаты сияқты бір, біз оппозиция емеспіз ешкімге деген әңгімелер айтатын. Әрине, әрқашанда осындай бір басқа елдің осындай саяси кезеңін көрген уақытта, мен өзім Америкада 3 аптаға барып келдім осы іс-сапармен. Сол кезде көп көрдік, осы политтехнология сол жағынан көрдік, тамсандық, бірақ айттық. Бұлардың тарихы өзі, институциясы өздерінікі. Біздің институциямыз
өзгеше, бізге бұндай жақпайды, бізге бұндай келмейді деген нәрселер. Бірақ мен мына жерде айтарым, мен айтып жатқан жоқпын ғой, мінекей барлығы быт-шыт болып ана жерде қырылу керек, дебатқа шығу керек. Әрине бұл біздің арманымыз, дебатқа шықсын дегенде, иә. Бірақ енді институциональная память дейді ғой, және бір привычкамыз бар ғой. Сондайдан енді ары қарай шықпаса да, бірақ менің арманым, және бұны жасауға болады, жаңа тәсілдерді пиарда, және осы SMM, политический маркетинг дейді ғой, сол жерде жаңа тәсілдерді, хотя бы осы түс болсын, иә, фото болсын, агит компанияға кіретін адамдар болсын, месседждер болсын, иә, және ивенттер жасайды ғой, үлкен осы алаңда. Кішкене басқалай болса ғой деген арманым бар. Әрине, көптеген қазіргі уақытта пиар политтехнологтар да бар, өте қызықты жасайтын, әдемі жасайтын, иә, және виральность беретін осы әлеуметтік желіде. Қазіргі уақытта жасанды интеллект, неге жасанды интеллектті қолдана отыра біз күшті политкомпания пиар компания жасамаймыз, иә? Сондай момент туралы армандаймыз. Армандаймыз, иә, көргіміз келеді, бірақ бұл жерде билік вертикалі да рұқсат бермейтін сияқты оған. Мен сол туралы айтып жатырмын ғой, кішкене. Белгілі бір өздерінің рамкасы, ережесі бар. Жігіттер осымен шектеліңдер. Едем так же деп. Немесе мен ойламаймын, мысалға басқа партияларда мамандар бар ғой, негізі жасайтын. Партияларда болмаса да сырттан алып жасайтын адамдар бар, олар қолдарынан келеді. Бірақ оларға келген кезде бірден айтады да, біздің осындай территорияда ойнаймыз. Тура осылай біздің ең басты бірінші сұрағымызға осы интервьюдің басындағы қайтып келдік. Все зависит от кого? От человека, который принимает решение. Оның көзқарасы, оның смелости дейді ғой. Қаншалықты батылдығы жетеді оған осындай нақты нәрселерді қолдануға. Және үлкен басшылық рұқсат бере ма, бермей ма дегенде. Осындай моменттер өте көп, политический моменттер. Өйткені сіз маған айттыңыз осы бір топ-5 пиаршы туралы айтшы деп, топ-5 баспасөз хатшы туралы айтшы деп. Айта алмаймын дедім. Неге? Өйткені мен өзімнің әріптестерімнің жұмысын жақсы білемін, және мен оларға оценка жасай алмаймын. Неге? Өйткені бір кризис болып қалған уақытта, немесе басшысы интервьюға шығып қалған уақытта, пресс-конференцияға дұрыс болмай жатқан уақытта, мен әрқашанда баспасөз хатшысын немесе пиаршыны қолдап шығамын. Неге? Өйткені 80% уақыт әрқашанда бұл факапта, кризиста кім кінәлі? Басшы кінәлі. Ол өзі сондай, мысалы, поручение берді, немесе рұқсат бермеді бұлай істеуге, бұл кризисті алдын алуға дегендей. Ал жалпы бір кризис орын алса, мемлекеттік қызметкер, мемлекет госслужбаға байланысты айтайықшы, бір кризис орын алса, сол кризиске жауап беру қанша уақытта жауап беру керек? 1 сағат, 2 сағат, 1 күн ертеңге дейін? Кризисқа байланысты. Деңгейіне байланысты. Қазір бірақ, деңгейіне және кризистің түріне байланысты. Қазір бізде протокол бар. Протоколды жасаған, протоколды барлық жерге түсірген. Бұрын бізде 6 сағат дейтін, сосын 6 четверть болды, золотая четверть. Қазіргі уақытта сол 15 минуттың ішінде жауап беру керек. Жауап қайтару керек. Немесе ЧС болып қалса, бірдеме, сұмдық бірдеме болып жатқан уақытта, сол кезде бір жаңалық беру керек. Жалпы ақпарат беру керек. Мы держим все в курсе, мы держим руку на пульсе, біз қарастырып жатырмыз, мы в курсе дегенде, ары қарай фейк таратып кетпеу үшін. Сосын бізде мынау Руслан Жақсылықов па, қателеспесем, ұсталды деп бұрынғы министр обороны, сол кезде анау видеосы звонокқа шығып, Тенгриньюс, қателеспесем, шықты да айтып берді, мен үйдем, міне әйелім, бассейн. Бұл сәттіге жатады ғой, сәтті пиар кейске жатады ғой. Өте күшті кейс болды, керемет кейс болды, барлығымыз тамсанып қарап, жерде прям супер болды деп айттық. Ал бізде осыған қосымша айтайыншы, бізде мынау передний камерамен бүйтіп әкімнің немесе кім еді, министрдің бір видео жаза салуы, түсіндіріп бере салуы неге соншалық қиын оларға? Бар ғой ауыл жақта. Ауыл мен райондарда бар.
өздері жазады. Иә, мысалы Талғарский әкем болып еді ғой, қазір әкім емес таксист болып кетті. Иә, сол кісі өзі передний камераға жазып жүрді ғой. Сосын Алихан Байханды қараңыз, әне Павлодар облысы, сол да істеп жүр. Бірақ қазір Трецте жазып жүр, бірақ қазір оған болды қой деген сияқты иә біреу. Білмеймін не деді, бірақ енді көп болып кетті енді шыны керек. Мінекей біздің осы Астана қаласының райондар бар ғой, соның әкімдеріне қараңызшы, олар сториста жүргізеді. Бірақ олардікі және охваты да шын кәдімгі таза. Өйткені біз қараймыз да сол жерге жалау жасаймыз. Иә, өйткені кері байланыс өте жақсы. Мен әрқашанда краш-тест жасаймын да, жаңа әкім келгенде. Краш-тест жасаймын. Аудандардың ба? Иә, аудандардың әкімдеріне барлығына краш-тест жасап шыққан басқа аккаунттан. Анау осы соңғы сұрақ болсыншы, мынау елім деп соқсын жүрегің деген бір прикол болып кетті ғой. Барлық әкімдер акиматтағы видеолардың бәрін бүйтіп кетіп бара жатқан, ананы көрсетіп тұр, мынаны көрсетіп тұр деп подрядчиктермен сөйлесіп тұр деген сияқты ше. Бұл біздің әкімдіктердің баспасөз хатшыларының деңгейі сондай ма, әлде бұл кімнің идеясы жалпы, қайдан басталып кетті осындай нәрсе? Кім үйретті мобилографияға? Қыран Талапбек? Білмеймін, кім үйретті, бір жерден калька кетті, солай кетті. Ұнап қалды, блокбастер түсіру, сосын блокбастер болып кеттік ары қарай, иә? Бір-бірінен үйреніп. Енді мына жерде мен әрқашанда айтамын, құдайым-ау, мына тренд деген нәрсе, ол әрқашанда бүйтіп кішкене орны бүйтіп өзгеріп отыру керек те. Мынау блокбастерларды неше жыл бұрын, 3 жыл бұрын түсіре бастады ма, немесе 4 жыл әлі түсіріп жүр ғой. Қазір это уже не в тренде ғой. Музыка. Интрошум қою керек, интро қою керек. Иә, интрошум керек. Қазір бір видеоларды жалғап үстіне музыка қою мүлдем қызықсыз, мысалы, не болып жатқан. Бірақ сіз бұл сұраққа уже жауап беріп кеттіңіз, өзіңіз білесіз бе? Қашан? Қай жағдайда? Қай кезде? Бүгін айтып кеттіңіз, және ғана айтып кеттіңіз. Баспасөз хатшысымен сөйлескен уақытта ол айтты, менің уақытым жоқ ана бірдеме істеуге. Сондықтан олар алады да шаблонный видеоны жасайды да, үстінен музыканы ұрады да қоя салады. Жалпы болсын деп, иә. Бірақ енді біз мамандар сияқты қарап отырған уақытта ішіміз жарылады ана жерде. Неге бір субтитр салмайсыңдар? Не болып жатыр, қайда барды, кіммен кездесті, қандай шешім қабылдады дегенде, иә? Музыканы алып тастаңдар, ана блокбастерді алып тастаңдар. Интершум қойып, иә? Хотя бы интершумды ең бірінші болып, осы біздің сыртқы істер министрлігі пайдалана бастады ғой. Айбек болған уақытта интершум басталды. Музыка тіпті аз болды сол кезде. Өте жақсы өтті, өте жақсы. Сосын бірнеше министрде де көре бастадым сондай трендті. Оны кім президенттің баспасөз хатшысы кезінде де пайдаланған сияқты, бір Қостанайға барғанда ма бір видеоны көрдім мен, директі фильм сияқты жасаған да, кәдімгі не қойып қойған, қателеспесем, петличка қойып қойған, және президенттің мынау аграрный сектордағы адамдармен кездесуінде сондай бір сөйлесіп жүрген моменті бар. Маған не ұнайды Ақордада, олар әрқашанда ана форматын өзгертіп отырады да. Бір мобилограф болса да, әрқашанда, видеограф, ол әрқашанда форматын өзгертіп отырады. Бір жаққа барған уақытта, басқа бір елдің президенті келгенде барлығы бірдей емес. Әрқашанда әртүрлі. Бұл тек қана музыка ғана емес, визуальный ряд, подача, сценарий. Керемет команда жұмыс істейді. Ол жерде командада бірнеше адам бар, бірақ мен жақын танитын Сапарбек деген жігіт бар, өзіміздің бауырымыз. Мен оның жұмыстарын білем. Өте енді жас бала, бірақ өте креативті, ізденімпаз, әрқашан сөйтіп жүреді. Супер. Подходтар күшті. Міне осы жылы ЛРТ ашты ғой. Сол жерде блогерлерді шақырып, президентті басқаша көрсетті ғой. Президент былай отырған кезде, құдайым-ау, неше рет ана видеоны көрдім мен. Өзімнің туған атам сияқты көрдім ғой мен, шыны керек. Адам сияқты. Адам ғой, тірі адам. Такой довольный, көңілінен шығып, қуанышты болып отырған образын көрсетті. Маған сол өте қатты ұнады. Адам сияқты көрсетті. Өйткені біз көріп жүрген видеолар қалай, ол тек қана ресми ғой. Сүйрет, музыканың үстіндегі видеолар ару адамдар өтіп жатыр, қол алмасып жатыр деген сияқты бір видео. Сүйкімді болып отырды ана жерде. Келесі осы аэропортты қашан саламыз деп ары қарай жоспарларды құрып отырғанда күшті болды. Жалпы енді мінекей айтсақ, мобилография және тағы да басқа қалай ыңғайлы солай жасай береді. Бірақ тағы да айтып кетейін, мына жерде басшы оған көрсетеді ғой, ұнай ма, ұнамай ма дейді. Ол айтады, сосын, а где вот это видео? А я хочу вот как у этого дейді. Басқа министрдікін көрсетеді. Сосын, онда музыка тұрады. Енді мынауды тура солай жасайды. Сондай моменттер болады. Бірақ кейбір басшылар менде бар, бірнеше видео бар. Мен кішкене инстаграмға салып, мен енді критика жазғанмын. Ол туралы енді айту керек, өйткені тыңдамайды былай. TikTok. Арыстанның музыкасын қояды да,
өзі келе жатады. Сосын арыстанның жанында образы болады ана жерде. Мә керемет енді. Бір көп көрім осы ұлттық компанияның басшысы. Көрдім. Сізден көрдім, қателеспесем. Мен сосын сырым тағы да біреулер жасады, бірақ енді кринж ғой. Әрине. Жалпы мен өзім былай қазір көріп тұрсам, бізде Нұрдәулет Қилыбай, бір камераға емес, жалпы адам ретінде жақсы сияқты да, және камераға да бір әңгімелері өтеді. Және оның өзінің тіл байлығының көп болғандығы, және қазақи ортада өскендігі сол бір күшті іліп алып кетеді. Сосын Нәлібаев өткендегі мысалға әңгімелері, осы Алматыға барған кездегі жақсы таралып жатыр, кәдімгідей қызылордалықтар әсіресе қолдап неғып кетеді. Дархан Сатыбалдының подрядчиктермен кездесіп, ұрысып, оларға түсіндіріп, сұрақ беріп жүрген моменттері бір іліп алып кетеді, тикток іліп алып кетеді. Маған осы жиі шығатын осы адамдар қазір ұрысып жүретін. Көрдіңіз ба? Ең ключевой ұрысып жүретін. Подрядчиктермен ұрысып жүретін. Контент, көрдіңіз ба? Ұрысып жүретін. Бізге ең бастысы не керек? Осы кішкене ұрысып қой керек басқаларына. Сондай контент әрқашанда өтеді. Сосын кім Берік Уәли, енді өзі баспасөз хатшысы болғаннан кейін ол білет қалай. Бірақ көп ойлайды ғой, пиар тек қана ол осы Инстаграмда ары қарай тарап кетеді, тиктокқа шығып кетеді. Жоқ, пиар қай жерден басталады? Сөзден басталады. Қалай, қай жерде қандай сөз айтады біздің спикеріміз, қай жерде нақты қандай месседж кетеді, сол жерден бастап пиар басталады. Жақсы, рахмет. Ақерке ханым, Ақерке дей берсем болады ғой? Сөйтейінші. Соңында сұраған. Ақерке көп рахмет. Меніңше бір сағаттың ішінде біз тоқтамай бір минут деген. Айтарым көп болды вообще. Демек қайталап жазамыз кейін. Осы уақытыңызды бөліп келгеніңізге рахмет. Америкадан келе сала бірден оның алдында Америка кетіп бара жатқан кезде айтқан болатынбыз, болды, Америкадан келгеннен кейін міндетті түрде жазамыз деп. Бұйырса бұл подкасттан кейін қандай фидбек аламыз, одан кейін мүмкін тағы да бір жарты жылдан кейін тағы бір әңгімелесеміз осы алаңда. Көп рахмет, сізге сәттілік. Алда қызықты саяси науқандар, біз шолушы ретінде бір қызық пиар кейстерді бәлкім көріп қалармыз. Сол туралы одан кейін подкаст жазуға мүмкіндік туатын шығар. Көп рахмет сізге. Рахмет.